Arkadaşlar, dolayısıyla canavarın жақсы ма, көңілдеріңіз жақсы ма? Жақсы. Бірінші сабақты бастамас бұрын, жаңа сабақты бастамас бұрын, бірінші шарттық шеңберімізді қойып, бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтайық, иә? Таңдардың соңында тұрамыз. Абдуласиев, бүгінгі сабаққа керемет сәттілік тілеймін. Дауысымыз қат шығарамыз. Ақылды бол. Әдәм көп жүр. Бақытты бол. Бүгінгі күн жақсы өтсін. Бүгінгі күн сәтті өтсін. Сабағымыз жақсы болсын. Бүгінгі сабақ жақсы өтсін. Әдәм көп жүр. Бүгінгі күн бақытты бол. Бүгінгі сабағымыз жақсы өтсін. Жақсы, жарайсыңдар. Бір-бірлеріңізге жақсы көңіл сыйладық енді. Алдымызда отырмай, орындарымызға отырмай тұрып, менің алдымда тұрған түрлі түсті қағаздарды алып, сол бойынша үш топқа бөлінеміз. Жақсы, әрқайсымыз өз орындарымызға отырамыз. Қызыл түстер қызылға, сары түстер сарыға отырдық қой, иә? Жақсы, енді жаңа сабақты бастамас бұрын бірінші біз үй тапсырмасында кішкене көңіл бөліп өтейік, иә? Үй тапсырмасында біз жасушалық цикл, иә? Жасушалық циклдың біз митозды өттік, интерфазаны өттік, одан кейін митозды өттік, иә? Бірінші, енді алдарымызда тұрған үй тапсырмасына оқимыз. Әр топқа екі сұрақтан беріледі. Сол екі сұраққа жауап береміз, иә? Түсінікті ғой. Бірінші тобымыздың аты біздер не деп алдық? Митоз деп алдық, иә? Бірінші тобымыздың аты митоз, екінші тобымыздың аты бірінші миоз, одан кейін үшінші тобымыздың аты екінші миоз. Иә? Түсінікті ғой. Келесі, бірінші тобымызға келетін болсақ, жасушалық бөліну қаншаға бөлінеді? Жасушалық бөліну қол көтереміз. Аха, Әсел. Бөліну ол үшке бөлінеді. Митоз, миоз, және Митоз, миоз, амитоз. Жақсы. Келесі сұрақ, конъюгация және кроссинговер дегеніміз не? Айменжеңіз. Конъюгация және кроссинговер дегеніміз не? Бірінші топ, митоз тобы. конъюгация дегеніміз бұл гомологтың Гомологты хромосомалардың бір-біріне жақындауы, иә? Ал кроссинговер дегеніміз? Гомологтар хромосомалардың бір-бірінен Алмасу үдерісі. Жақсы. Керемет жауап. Келесі, миоз неше бөлінуден қанша фазадан тұрады? Еңлік? Миоз екі бөліну 8 фазадан тұрады. Екі бөліну 8 фаза. 8 фазаны атайықшы. Бірінші миоз, бірінші профаза, бірінші метафаза, бірінші анафаза, бірінші телофаза, екінші профаза, екінші метафаза, екінші анафаза, екінші телофаза. Жақсы, керемет, отыра қой. Митоз қанша бөліну неше фазадан тұрады? Митоз қанша бөліну неше фазадан тұрады? Бір бөліну Орнымыздан тұрамыз. Аха. бір бөліну 4 фаза. Бір бөліну 4 фаза. 4 фазаны атайықшы. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Ретмен болды ма балалар? Профаза, метафаза, анафаза, профаза. Ретмен кетті ба? Дұрыс, жақсы, отыра қой. Бірінші миозды бөліну не деп аталады? Бірінші, иә? Арай? Бірінші миоздық бөліну редукциялық бөліну. Редукциялық бөліну. Өзі бөліну екіге бөлінеді, иә? Бірінші миоздың бөліну бұл редукциялық бөліну. Миоз дегеніміз не? Жақсы. Кім айтады? Диплоидты күйге, гаплоидты күйге, иә. Диплоидты күйге қанша н болады? Бір нге ауысуы. Иә, өйткені бізде не қандай саты жүріп жатыр? Бізде миоз кезінде кему ма, арту ма? Кему. Жақсы. Енді тақтаға бір қарайық. Шолып өтейік. Жалпылама митозды өтейік.
Mitoz бұл бір бағсақы жасушадан екі жасуша түзіледі, және оларда хромосома жиынтығы өзгермейтін жасушалардың әдісі, иә? Митоз сомалық жасушалардың көбею әдісі. Бұл бізде не деп айтылады? Дене жасушаларының бөлінуі, иә? Митоз арқылы нелер жүреді? Митоз арқылы бір жасушалы балдырлар, қарапайым жануарлар не істейді? Көбейеді, иә? Бұл біздің аталық және аналыққа ешқандай қатысы жоқ митоздың. Бұлар бізде балдырлар мен қарапайымдылар көбейетін жаңағы бір жасушалы митоз. Енді бұл жерде репликация, ДНК. Репликация дегеніміз не? Репликация дегенімізде қол көтереміз. Репликация митозда жүре ма, миозда жүре ма? Миозда. Қолымыз көтереміз. Қолымызды көтереміз. Репликация дегеніміз миозда жүре ма, митозда жүре ма? Миозда. Қателесеміз. Репликация ол жасушаның көбеюі. Жасушаның екеселенуі, иә? ДНК-дағы хромосомалардың не істеуі, екеселенуі, иә? Көбеюі. Біз бұны репликация деп айтамыз. Аха. Ол Митозда жүреді. Жақсы, отыра ғой. Міне, бізде көрсетіп тұрғандай митозда ДНК репликациясы жүріп тұрған. Міне, екеселеніп көрдік па? Мына біздің хромосомамыз не істеді? Екеселенді ма? Жақсы, екеселенді. Келесі. Енді жасушалардың бұл жерде митоз бен миоздың айырмашылығына қарай. Миоз біздің аталық пен аналық гаметалардың түзілуі үшін керек, иә? Бұл жерде ненің көп бөлінуі, көбеюі, жыныс жасушаларының бөлінуі, иә? Бұл жерде көбейіп бөлінуі. Нәтижесінде бір аналық жасушадан хромосоманы екі есе кемігенде 4 еншілес. Ол қай фазада? Ең соңғы фазада, иә? Жақсы. Енді дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін 10-ші ақпан. Бүгінгі күнді жазамыз. Тақырыбымыз жалпылама. Жазып болдық па тақырыпты, иә? Жалпылама бізде сабақтың тақырыбы митоз және миоз үдерісін салыстыру. Сабағымыздың мақсаты митоз және миоз кезеңдерін сипаттай отырып, олардың сатылардың арасындағы ерекшеліктерді сипаттау, иә? Сатылар деп тұрғанымыз не біздің фазаларымыз, иә? Біздің профаза мен метафазаның арасындағы сипаттаймыз және анафаза мен телефазаның жасушалар ерекше жолмен бөлініп, жыныстық жасушалар, ерлерде жәует және әйелдерде жұмыртқа жасушасы түзіледі. Жасушалардың осылай ерекше бөлінуі миоз деп аталады. Жыныс жасушаларында екіншіден бір ғана хромосома көшірмесі болуы тиіс. Сол себепті олар басқаша түзілуі қажет. Бұлар жасушалар 23 хромосомадан тұрса, жәует пен жұмыртқа жасушасы 23 дара хромосомадан құралады. Яғни әрбір жұптан біреу ғана. Осылайша миоз хромосома санын 2 есеге азайтуы қажет. Миоз қалыпты жасушадан басталып, хромосомалар тура митоздағыдай көшіріледі. Бірақ кейіннен хромосома жұптары ДНК бөлшектерін бір-бірімен алмастырады. Бұл процесс рекомбинация деп аталады. Ойын карталарын араластырған сияқты рекомбинация гендердің араласуына мүмкіндік береді. Жасушалар
толық түрде өзгеше. Олардың хромосома саны қалыпты жасушаларға қарағанда 2 есе кем. Бұл өте маңызды. Өйткені анықтану кезінде аналықтан хромосомалардың бір көшірмесі және аталықтан бір көшірмесі қосылып, адамдарды бұлардың 46 хромосомадан тұратын жаңа жасуша түзіледі. Осылайша, толықтай 23 хромосома жиынынан жаңа тіршілік басталады. Балалар, түсінікті ма? Иә. Не түсіндім? Қолыңызды көтеріп айтайық. Я еңбек тұрып. Рекомендация үдерісі жүреді және ол гендердің араласуына мүмкіндік береді. Және де одан митоздағыдай бастапқыда 2-ге бөлініп, одан кейін 4-ге бөлінеді. Және ол митоздан ерекше жасалады. Жақсы. Тағы не түсіндік? Әсел? Митоздағы жасушаның хромосома саны 46-ны көрсетіп, ол 2 есеге көбейсе, миозда ол 2 есеге азаяды. Тағы екінші миоз тобы. Амина? Осы жерде миозалар болған, оның нәтижесінде хромосома саны азаяды. Және де жасуша диплоидтік күйден троплоидтік күйге өзгереді айтылған. Және рекомендация болған. Ол яғни гендердің араласуы жайлы. Жақсы. Көбею қалай жүреді? Миозда? Миозда көбею Ненің? Не арқылы? Аталық және? аталық және де аналық жасуша. Аталық және аналық жасушалары. Жалпылама. Сабағымыздың не жайлы болатындығы түсінікті ғой, Иә. Бұл жерде тақырыбымыз айтып тұрғандай митоз және миозды салыстыру болады. Алдарыңызға плакат қойдым, кескіндемелер қойдым, сол бойынша әр топ өзіне керекті митоз. Митоздың өзінің 2 бөліні 4 фазасы бар. Сол фазалардан жеке-жеке тоқталып, митоз жайлы сипаттама береміз. Екінші миоз сіздерге де солай, тура сондай тапсырма. Миоз жайлы және миоздың фазалары жайлы сипаттама береміз. Миозда бізде редукциялық бөліні бар, эпифазонды бөліні бар, және гомологты хромосомалардың жұптасуы бар. Соларды алдарыңызда плакатқа жазып 5 минут уақыт беремін. Түсінікті ғой, тобымызбен қорғап шығамыз.
Болып қалдық па? Қай топ болды? Қай топ болды? Балалар. Болған топ бар ма? Митоз тобы болды па? Дайынбыз ба қорғауға? Иә, қорғау. Сен қараймыз. Біздің тобымыз аты Митоз, яғни біз Митоз жайлы қорғап жатырмыз. Митоз бір бастап қорғасудан екі жай жасуша сіздерге және олардың хромосома жиынтығы өзгермейтін бөлім әдісі. Митоздағы митоздың бөлім әдісі 4 фазадан тұрады. Яғни бірінші біз интерфазаны қарастырып кетсек, интерфаза ол бөлінуге дайындық кезеңі аталады. Интерфазаның өзі 4 фаза, яғни митоз 4 фазадан тұрады. Оның ең бірінші фазасы профаза. Ядро қозғала бастайды және хромосома саны көбейеді. Ұшық жіпшелері пайда бола бастайды. Екінші фазасы метафаза. Онда жіпшелер ұшық экваторына хромосомаларды түзеді. Яғни жіпшелер сол центромерадан келген ұшық жіпшелері хромосомаларды өздеріне тартып, алып экватор сызығына тізіп әкеледі. Одан кейін анафаза фазасы басталады. Анафаза фазасында центромералық ұшық жіпшелері арқылы хромосомаларды бірін-бірін бөліп баяды, яғни бірігеді. Анафаза фазасында, яғни ұшық жіпшелері хромосомалар біз білеміз, екі хроматиптен тұратын, яғни хроматипке бөліп тастайды және де анафаза фазасында жасушаның ортасы ойыла бастайды. Одан кейін телофаза фазасы басталады. Телофаза фазасында центромера ұшық жіпшелерін жинап алады. Және де хромосомалар екіге бөлінеді, бірақ хромосомалар саны азаймайды. Жақсы. Оның ішінде хроматит деген бізге митозға байланысты. Хроматит дегеніміз не? Хроматит дегеніміз ол екі жас хроматиттер. Митозда 46 хроматит келесі бөліктерде олар екі есеге Сұрақ бар ма? Митозға. Сұрақ бар ма? Жақсы отырамын. Келесі. Не ұзаймыз ба? Білемін. хромосомалар саны екі есе көбейеді. Және де бірінші миоз редукциялық бөліну деп аталады. Бірінші миозда редукциялық бөліну үдерісі болады. Және миоз тағы басқа не айтуға жақсы, тағы не айтуға болады?
зор бөлінген кезде халықтың хромосома 23 Екінші мүйіз бар ма? Екінші мүйіз. Бұл жерде бізде екінші мүйіз екінші мүйіздер айтылған. Екінші мүйіз, яғни бұл жерде ең бірінші екінші профаза. Екінші профазада көріп тұрғандарыңыздай хромосома қысқарып жуандай бастайды. Және де хромосомалар ретсіз тарала бастайды. Және бізде екінші метафаза. Екінші метафазада бізде ядроның бөлінуінің екінші сатысы басталады. Хромосомалар түрлі экватор жасығына тарала бастайды. Келесі бізде екінші анафаза. Бұл жерде жасуша орталығы бөлініп, хроматидтер қарама-қарсы жаққа қарай қозғалады. Келесі бізде екінші телефаза. Бұл жерде хромосомалар қозғалысы тоқтайды, яғни ядрошығы мен ядро қабықшасы гаплоидты хромосоманың жиынтығы бар 4 ядро түзіледі. Осы біз 4 жаңа жасушаның түзілуін цитогенез деп атаймыз. Ал цитогенез дегеніміз ол цитоплазманың бөлінуі. Мейоз хромосомалар жиынтығының 2 есе азаюы. Ол бөліну 2-ге бөлінеді. Мейоздың екінші бөлінуі митозды дәлме-дәл көшіріп отырады. Екінші мейозда эквационды бөліну жүреді, редукцияланып бөліну болады. Екінші бөліну кезінде хромосомалар саны мүлдем өзгермейді. Бірінші мейозда бірқатар айырмашылықтар өте көп болады. Мейоздың процесі ол үздіксіз жүріп отырады. Және де хромосома саны 2 есе кемейді. Диплоидты күйде гаплоидты күйге ауысады. Жалпы екінші мейозды біз эквационды бөліну деп атаймыз. Болды. Жақсы. Отырамыз. Жақсы. Тапсырма бойынша түсінікті болды ма, балалар? Митоз, мейоз тапсырма бойынша түсінікті болды, иә? Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Келесі дәптермен жұмыс жасаймыз. Кесте толтырамыз. Бұл жерде кестелер. Тақтаға қараймыз. Бұл жерде кестеде не берілген? Қандай үдеріс берілген? Митоз бен мейоздың бір-бірінен айырмашылығын. Иә? Дәптерді ашамыз. Барлықтарымыз дәптерді ашамыз. Дәптер бойынша жұмыс жасаймыз, иә? Бұл жерде кестенің митоздың қандай жасушаларға тән екендігін, мейоздың қандай жасушаларға тән екендігін, және бөліну және фазасы, иә? Одан кейін конъюгация процедуралары қайсында бар? Дәптер бойынша барлықтарымыз сызбай-ақ дәптер бойынша жазып шығамыз. Сұртойы.
балалар болдық па тапсырманы орындап? Иә. Кім оқиды? Ал, Нұртілеу. Митоз қандай жасушаларға тән? Дене жасушаларына тән. Миоз жыныс жасушаларына тән. Бөліну және фаза саны. Фаза саны. Бір бөліну және де 4 фазадан тұрады. Митоз ал миоз болса, 2 бөліну 8 фазадан тұрады. Бастапқы жасушалармен салыстырғанда жас жасушалардағы хромосома жиынтығы бастапқы митозда бастапқы жасушалар сияқты, ал миозда бастапқы жасушаларға қарағанда 2 есе аз болады. 2 есе аз болады, иә? Бұл жерде Конъюгация және красонговер. Ол митозда болмайды және миозда бар. Биологиялық рөлі. Митоз жыныссыз көбею негізі, ал миоз болса жынысты көбею негізі. Жас жасушалардағы хромосома жиынтығы митозда диплоидта, миозда гаплоидта. Жақсы. Митозда диплоидта, миозда гаплоидта. Жақсы. Миоз бірінші топта кім оқиды? Шерхан. Дайымыз ба? Екінші миоз тобында. Екінші миоз тобында кім оқиды? Абдубасит. Отпас. Кім оқиды? Амина. Зубайда. Болды па? Үдеріс қандай жасушаларға тән? Митоз ол дене самалық каплоидты және де гаметаларды диплоидты күйі. Ал миозда олар жыныс каплоидты жасушалар ересек ағзаның, яғни диплоидты жасушаларына ғана гаметалармен болады. Ал бөліну және фаза саны митозда 1 бөліну 4 фаза болса, ал миозда 2 бөліну 8 фазадан тұрады. Бастапқы жасушалармен салыстырғанда жас жасушалар хромосомалар жиынтығы бастапқы жасушалар сияқты болады митозда, ал миозда бастапқы жасушаларға қарағанда 2 есе аз болады. Ал конъюгация және кросингер митозда болмайды, миозда болады. Биологиялық рөліне келетін болса, олар көп жасушалы, яғни олар жыныссыз көбею негізі, ал миозда олар жынысты көбею. Жас жасушаларға хромосомалардың жиынтығы митозда диплоидта, ал миозда гаплоидта болады. Жақсы. Шерхан. Қандай жасушаларға тән? Митоз дене спомалы жасушаларға тән, ал миоз жыныс гаплоидты жасушаларға тән. Екінші бөліну және фаза саны. Миозда 1 бөліну 4 фаза, митозда 1 бөліну 4 фаза, миозда 2 бөліну 8 фаза. Үшінші, бастапқы жасушалармен салыстырғанда жас жасушаларға хромосомасы жиынтығы. Митозда бастапқы жасушалар сияқты болады, ал миозда бастапқы жасушалар қарағанда 2 есе аз болады. Төртінші, конъюгация мен кросинговер. Кросинговер мен конъюгация митозда болмайды, ал миозда болады. Бесінші, биологиялық рөлі. Митоз жыныссыз көбею, миоз жынысты көбею. Алтыншы, жас жасушаларда хромосома жиынтығы. Митоз диплоидты, миоз гаплоидты. Жақсы. Шерхан түсіндік па жалпылама сабақты? Жақсы. Келесі. Бізде жаңа терминдік сөздермен жұмыс дәптеріміз бар, иә? Сөздік дәптерімізге ашамызда бүгінгі жаңа терминдік сөздермен жұмыс жасаймыз. Жаңа терминдік сөздермен жұмыс жасаймыз. Кім оқиды? Абдували. Орныңызға тұрамыз. Жаңа терминдік сөздермен танысамыз. Cell, play, пластинка. Дауысымызға шығарамыз. Cleavage, ажырау, division, бөліну, конденс, топталу, жинақталу, replicate, көшіріп алу, transform, жаңадан жасау. Жаңадан жасау. Transform, жаңадан жасау, иә? Қайталайықшы, балалар, барлығымыз бірге қайталайық. Cell, play, жасушалы, пластинка, cleavage, ажырау, division,
көшіріп алу, трансформ, жаңадан жасау, иә? Жақсы, дәптермен жұмыс жасаймыз, слова дәптерімізді тез көшіріп аламыз. Тез дәптерлерімізге көшіріп аламыз. Бізде алдыңғы сабақ өткенімізде митоз дегеніміз митозис, иә? Миоз дегеніміз миозис. Оны білеміз. Бүгінгі жаңа термелік сөздерді тез жазып аламыз. Болды ба? Болса, келесі тапсырмамызға өтейік. 4-ші тапсырмамыз жалған және шындық әдісі арқылы жалған және шындық әдісі арқылы сабағымызды қорытындылаймыз, иә? Жалпылама миоз нәтижесінде хромосома саны 2 есе азаяды ма? Қолымызды мен өзім қойсайын, тұра ғой. Миоз нәтижесінде хромосома саны 2 есе азаяды ма? Жалған ба, шындық па? Шындық, иә. Жақсы. Митоз кезінде жасуша гаплоидты күйден диплоидты күйге ауысады. Бұл жалған апай, бұл митозда емес, миозда жүреді. Миозда, бірақ диплоидты күйден бізде гаплоидты күйге ауысады, иә? Себебі ол жерде жалған көрсетіп тұр. Миоз дене жасушаларының бөлінуі. Дұрыс па? Жалған. Шерхан. Миоз қандай жасушалардың бөлінуі? Жыныс жасушаларының бөлінуі. Сондықтан бұл жалған болып тұр. 4-ші миоздың 3 бөлінуі 8 фазасы бар ма? Жалған. Арай? Жалған. Себебі? Себебі 2 бөліну 2 бөліну 8 фазадан тұрады. Жақсы. Келесі кроссинговер хромосомалардың сәйкес бөліктерінің алмасуы ма? Дина. Кроссинговер, Айгер, кроссинговер хромосомалардың сәйкес бөліктерінің алмасуы ма? Иә. Еңлік. Кроссинговер. Бөлуі ма? Конъюгация бөлуі. Кроссинговер бір-біріне. Жақсы. Сонда не болды? Шындық болды ма? Шындық болды. Келесі. Митозда ДНК репликацияланады ма? Митозда шындық. Митоз 2 еселеніп, хромосомалары жүреді. Жақсы. Келесі. Конъюгация митозда жүреді. Әсет. Конъюгация митозда емес, Конъюгация митозда емес, миозда жүреді. Жақсы. Жіңішке жіпшелер сатысы липтотена ма? Жіңішке жіпшелер сатысы липтотена ма? Дұрыс па? Жалған ба, шындық па? Жалған ба, шындық па? Шындық. Жалған ба, шындық па? Липтотена. Боламыз. Қайсымыз айтамыз? Липтотена. Шындық. Шындық? Білмейміз ба? Зиготена ше? Жіпшелердің бір-бірінен алыстау сатысы. Жіпшелердің бір-біріне алыстау сатысы. Жалған. Өйткені оны диплотена деп айтамыз, иә? Келесі фазалардың ретімен орналасуы. Бірінші
Сонда бұлымыз біздің жалған болды, я? Жалған болды. Дұрыс па? Жақсы. Жалпылама сабақ бойынша бір ауыз сөз арқылы аяқтаймыз. Сұрақ сендерге бүгінгі сабақтан қалай өздерімен не түйдіңдер? Митоз және миоз салыстыруды қандай жаңа сөздерді білдік, қандай айырмашылықтарын білдік. Бір оқушыдан қорытындылап шықсақ, топ бойынша Әсел, жалпылама митоз бен миоз туралы не білдік? Бүгінгі сабақта сабақ қалай болды? Сабақ ұнады ма, Дина? Митоз және миоздар, митоз дене жасушасы болса, миоз жыныс жасушалар болады. Олардың фазалық саны миозда 1 бөлімі және 4 фаза, ал миозда 2 бөлімі 8 фазадан тұрады. Митоздар жыныссыз көбейеді, ал миоздар жыныспен көбейеді. Жақсы. Жалпылама миоз бен митозды салыстырып арттық қой, я? Білеміз бе, я? Жақсы, Әсел. Бүгінгі сабақта түсінген бойынша миоз диплоид түрден гаплоид түрге ауысса, митоз гаплоид түрден диплоид түрге ауысады. Және миоздағы хромосома саны 2 есе кемейді, яғни хромосома 20 хромосоманы көрсетеді, ал митозда 2 есе көбейеді. Және миозда 2 бөлімнен 8 фазада тұрады, ал митоз 1 бөлім 4 фазада тұрады. Жақсы. Тағы да не алып қосамыз? Екінші миоз тобы не алып қосамыз? Сабақтан алған әсерімізді айтайық. Митозда коммуникация және декоративный көбі үдерісін өтешімді, ал миозда жетімді. Және де митоз ол дене жасушалары болса, миоз ол жыныс жасушалары екендейді. Тағы да митоз ол гаплоид болса, жоқ, диплоид болса, миоздың гаплоид. Біздің жаңағы айтқанымыз лептотена, зиготена, диплотена дегендеріміз қай сатыда жүреді? Бұл миозда. Митозда. Жүйкелердің қосарлануы, жүйкелердің бір-бірінен алысау сатысы, бұлардың барлығы миозда шығысы. Енді сабақтың бүгін сабаққа керемет атсалыстық, барлығымызға керемет атсалыстық, нүктелеу. Түсіндік па? Сабақ бойынша түсіндік па? Жалпылама, бірінші топ, митоз тобына біз 9 балл деген балл қоямыз. Бірден 10-ға дейінгі балдан 9 балды қоямыз. Екінші миозға да дәл солай қыздардың атсалысуына байланысты бізде жақсы 9 балл деген қоямыз. Және бірінші миозға 10 балл деген ұпайды береміз. Енді барлықтарына керемет, тамаша, еңлікке, Динаға, және Шерханға, барлығымызға. Одан кейін бізде Ағайға, тамаша, Зүбайдаға және Аминаға. Енді алдарында тұрған стикер бойынша Әселге және Гаухармен нүктелеуге. Абдували бүгін төмендеу болдық. Сабақ түсінбедік па, білмедім. Енді алдарында тұрған БББ кестесі тұр. БББ кестесінде мен осы уақытқа дейінгі митоз бен миозды білдім бүгінгі сабақта. Одан кейін білгім келеді. Осы бойынша алдарыңыздағы стикерге өздеріңіздің рефлексияларыңызды жазып істейміз, білеміз, ойыңызды. Жақсы отырамыз. Үйге тапсырма. Жазып аламыз. Үйге тапсырма. Үйге тапсырма. Митоз және миоз үдерістерін салыстыру. Оның ішінде параграф 32, соның артындағы терминдік
деп сөздер тұр ғой, гаметалар, зиготалар деген ше көрдік па? Солған терминдік сөздерге сипаттама жазып келеміз. Түсінікті ғой, Иә, иә. Сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңдар.